ма? Бүгін қыздар сабағымызды бастамас бұрын біз топқа бөлініп алайық. Мен сендерге мынандай қағаз қиындыларын беремін. Осы қиындыларды мозаика етіп құрастырып, содан кейін артында мақал сөз шығады, оны оқып айтасыңдар. Содан кейін сол қай өрнек қай жаққа түседі, қай мозаика қай орын ұстауда, сол орынға барып топқа бөлініп отырасыңдар. Хорошо? Так. Наши келесі қалай? Мынау құрастырыңдар. Просто видите, она ходит, я гасну. На кафе сам, она много раз ұлттық қолданбалы өнердің бір түрі, киізден жасалған бұйымдар. Енді бүгінгі біздің де жасайтын бұйымыз сол киізден, жүннен жасалатын бұйымдар. Негізі жүннен жасалатын қандай бұйымдарды білесіңдер? Не білесіңдер? Жалпы жүн туралы, киіз туралы. Киіз дегеніміз түрік тілінен аударғанда жамылға, ал ағылшын тілінде дәуір болып аударылады. Осы киіздің басылуы ең бірінші Нұх кезінде пайда болған. Ең алғаш Нұх кемесінде осы қойларды тасымалдау кезінде оларды жай ғана бір жерге салыстырып қойғаннан кейін шеткі жүндері жерге түсіп, су болып аяқтарымен тапталып, киіз басылып өздерінің аттарына сол кілеге болған. Сол кезден бастап киізді қолданысқа кіргізген 5-6 ғасырдан бастап киізді киімге де араластырып, киім ретінде де қолдана бастаған. Ең көп таралған орыс киізі ол пималар болып табылады. Ол сонымен қатар Ресей жерінде жұқа және шаруашылықта темекі салу үшін пайдаланылады. Және біздің заманымызға дейін 7-ші ғасырда біздің өзіміздің киізіміз ата-бабаларымызға, көшпелі халықтарымызға көп жарақтарына пайдаланылған. Және де баспасына, және де төсеніш ретінде пайдаланған. Киіз басу жердегі меткелі дайындау жалпы айтқанда ең көне техника болып саналады. Археологтар 8-000 жыл бұрын пайда болуын есептеп тапқан болатын. Сонымен қатар ата-бабамыздан қалып келе жатқан киіз басу өнері атадан мұра болып бізге қарай көш бастап келеді. Киіз басу өнері бұл трендтен шыққан жоқ. Қазірде трендте, бірақ жаңа техникада, жаңа үлгіде келе жатыр. Мен отыра ғой, мына топтан қысап айта ғой. Тез уақытталың. Қазақта ойлы киіз сырма және текемет болып екіге бөлінеді. Текемет басқа киіздерге қарағанда оның артық айырмашылығы ол түссіз болады, ақ немесе қара түсте болады. Ол текеметті шиге төсеп және оюын бояп салады, және де киізге ілінетін киіз деп тұсқа ілінетін киіз деп айтамыз. Және де бұл киізі текемет сырмақтарды тұрмыстық жағдайда да қолдана береді. Тағыстар, айтатын жарайды, қыздар. Мына жерде сендер өздерің қараңдар, өзіміздің сыныбымызда да жүннен жасалған бұйымдар тұр екен, қыздар. Қазіргі енді заманауи, жаңа айтып кеткендей, заманауи заттарды жасау үшін әртүрлі технологияларды, әдіс-тәсілдерді қолданып жатыр. Қазір осы әдіс-тәсілдерді қолданып, мынандай кішкентай кілемшелер, жаңағы алма, ішіне жаңағы формасын жасап, алманың сыртын жүнмен жасаған, және көріп тұрғанда жүннен жасалған бұйымдар көңіл жатыңдар. Енді бүгін біздің жасайтынымыз негізгі киізден жаңағы бұйым жасау қыздар екі тәсілмен жасалады. Біреуі ылғал тәсілмен, екіншісі құрғақ тәсілмен. Бүгін біз жаңағы тәжірибелік жұмысымызды құрғақ тәсілмен жасаймыз. Құрғақ тәсілмен жасағанда да екі тәсіл бар.
оның біреуі жаңағы арнайы инесі бар. Оның арнайы инесі, оның ұштары бедер болып келеді. Сол жаңағы киізге кіргізген кезде олар бір-бірін, қылшықтары бір-бірін ұстап қалып, бірігіп, шашырамай бірігіп тұратын болады. Бұл арнайы жаңағы киіз тоғуға, киізді ойыншықтар әртүрлі бұндай инемен жасалынады. Мысалы, көріп тұрсаңдар, мыналардың барлығы осындай инемен шұқу арқылы, тесу арқылы жасалынады. Бұл қазір бұл инені мен сендерге таратып беремін. Ал бірінші тобымыз жаңағы гүлдер тобы. Біздер ол әр нәрсені жасау үшін біз несін жасаймыз, қыздар? Ең бірінші формасы. Нобайын жасап аламыз. Сендер өткендегі тапсырма берілген ме? Міне сендер өткен сабақтан біз осындай суретті алып, біз сендерге тапсырма бергенбіз. Осындай нобайын салып келіңдер деп. Сендер осы нобайға енді жаңағы жүннен үзіп салып жұмысты бастайсыңдар. Ал сендер жаңағы мен айтқан арнайы инемен шұқу, тесу арқылы жасайтын боласыңдар. Қазір енді бір несін көрсетейін қыздар. Ол үшін қыздар бірінші қауіпсіздік ережесін есімізге түсіріп алайықшы қыздар. Қандай қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек? Әр жұмысты бастау үшін бізге қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Бірінші арнайы киімдер кию қажет, және де ине әртүрлі заттарды өз орнына қою қажет. Қайшымен жұмыс жасағанда қайшыламау керек, және де қайшының ұшын өзіңізге көршіге бергенде сабымен беру керек, содан қайталау. Инемен қолданғанда арнайы инені жасушасына қадап қою керек. Қайшымен жұмыс істеуге болады. Тақ басқан инемен де жұмыс жасауға болмайды. Және де мынау ине өте жіңішке, ұшы өте үшкір болады. Ол осылай тігінен ұстау керек бұл инені. Олай қиғашынан ұстаса, ол сынып кетуі әбден мүмкін. Сол себептен қазір мен сендерге көрсетемін. Мынау суретке қарап, өздерің жасаған суреттеріне қарайсыңдар да, сол түсті салып жасайтын боласыңдар. Тұрып түрге қыздар жасай беріңдер. Мына жерде қайсысы? Жоғар жағынан бастаймыз, жасыл түсті. Жасыл түсті. Бұлай қолмен нағағын ұстап тұрасыңдар. Бүйтіп, ұзынша рет су аласыңдар. 2-3 рет су алсаңдар, содан кейін мына жерге жасыл түсті. Осыны бұлай етіп қойып, мына жерге формасымен қоясыңдар. Түсініңдер ғой? Формасымен қоясыңдар. Сен жасыл қоя бермем, үзіп алды. Үзіп алды. Ойуыңа қоясын, айналдырып. Қоя бер. Мына астынан мына қоя бер. Енді мұндaki инені осылай ұстаймыз да, тікесінен ұстап, осы жүннің үстіне қадаймыз. Бұлай шұқып, түсіне байланысты жаңағы жүнде аласыңдар. Енді біз бұның артқы фонынан бастап жасауымыз керек. Неге десеңдер, бұл сендердікі бері шығып тұрған 2-ді, 3-ді деген естеріңде ма? Сурет салушы еді, сол сияқты бұл жүнмен сурет салу болып саналады. Кәдімгі түсін аласыңдар да, осы неге үзіп алып сала бересіңдер. Мысалы, мына шеттен бастайық, мінекей розы, күлгін түстен бастайық, ақ онша көрінбей қалады. Осы күлгін түстен бастайық. Ұзынша етіп. Жұмысымыз аяқталып қалды, қыздар. Көріп тұрмын, әдемі жасалыпты. Ал енді қыздар, бұл жұмысымызды біз мына рамкаға салып, ең соңғы штрихтарын жасаймыз. Өте әдемі шықты. Ал мынау бетінде пленкасы бар, қыздар, сендердікі неге десеңдер, сендердікі инемен бекітілген жоқ қой, сол үшін мына бетіндегі пленкамен бетін жауып
Koyasın. İçine rampaga saldı. Bunuz öte ademli çıktı ya. Kızlar kan endi осы жұмыста сендер несімен қызық болды, несімен қиын болды, ұнады ма? Өз ойларыңды қысқаша бір сөзбен айтып шықсаңдар. Бұл жерде маған ұнағаны бұл түстердің үйлесімі және де инемен жұмыс жасау және де бұл жерде Оюлардың түрлері. оюлардың түрлері Жұмыс істеген қиындықтар да болды, мысалы формаға келтіру. және Еңбегіміздің арқасында осындай әдемі бұйымдар шықты иә. Осы ұлтымыздың, халқымыздың сәнді қолданбалы өнерін ары қарай дамыта берейік деген осы біздің көркем еңбек сабағының мақсаты да осы еді. Біз сабағымыздың мақсатына жеттік деп ойлаймын. Енді қыздар кері байланыс беріңдер. Мына жерде менде тақтада менің байланысым, телефон байланысым. Сендер жаңағы телеграммен, ватсаппен, тикток арқылы маған байланыс берсеңдер болады. Ол үшін қыздар мына жерде стикерге өздеріңнің ойларыңды тез жазып, бір сөйлеммен апарып, артына тапсырасыңдар да, апарып конвертке саласыңдар. Мен оны алып оқып, одан кейін сендермен тағы да ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Ал келесі сабаққа қыздар біз осы киізбен жұмыс жасаудың ылғалды тәсілмен жұмыс жасауды бастаймыз. Келесіде ал келетін заттарды мен сендерге айтамын, иә? Сол сала беріңіз. Мынаған жапсырыңыз. Артына жапсырыңыз. Енді келесі сабақта ылғалды жүнмен жұмыс жасаймыз. Осы жүндерімізді одан кейін сабын алып келесі